885 есептің бірінші есебін шығарайық. Ол жерде сандар тізбегінің заңдылығын анықтап, келесі екі мүшесін анықтауымыз керек. Егер сандарға дұрыстап қарайтын болсақ, сандардың бір қалыпты азайып бара жатқанын байқаймыз. Енді біз қалай азайып жатқанын білу үшін 5,176-ны 2,188-ге бөліп көрейік. 5,176-ны 2,188-ге бөлеміз. 5,176-ны 2,188-ге бөлу үшін екеуінде 100-ге көбейтейік. Сонда екеуінде 100-ге көбейтсек, мұндағы үтірлері жылжиды да, бізде 576-ны 288-ге бөлген болып табыламыз. Сонымен 5,176 емес, 576-ны бөлеміз 288-ге. Сонымен 576-ны 288-ге бөлетін болсақ, мұнда 2-ден береміз. 288-ді 2-ге көбейтсек, 576 болады. Яғни бізде ол 2 есе аз 2,188. Ары қарай 2,188-ді тағы да 2-ге бөліп көрейік. Алдымен 1-ден береміз. Сонымен 2 азайтылған 2 бізде 0 болады. 0-ден кейін барып 0-ді 2-ге бөле алмаймыз. Демек, үтірді қоямыз да, мұндағы 8-ді түсіре саламыз. 8-ді түсірген болатын болсақ, біз 2-ін 1-ден түсірсек те болады. Яғни 88-ді 1-ден түсірейік те 44-тен бере салайық. 44-ті 2-ге көбейтсек 88 болады. Демек, мұнда 0 қалады. Яғни 1,144 деген мәнді алдық. Демек, әр қайсысы бізде 2 есе азайып отыр екен. 2 есе азайып бара жатқанын білетін болсақ, яғни мұндағы 1,144-ті де 2-ге бөлетін болсақ, біз 0,172-ні аламыз. Сонымен бізге келесі 2 санды табуымыз керек. Соңғы санымыз біздің 0,172. 0,172-ні 2-ге бөлейік. 0,172-ні бөлеміз 2-ге. Алдымен сонымен 0-ден береміз. 0-ден беретін болсақ, мұнда 0 берейік. 0-ден кейін үтір қойып қоямыз. 2-ні 0-ге көбейтсек 0 болады. 0-ден 0-ді азайтсақ 0 болады. Одан кейін біз 0-ді 2-ге бөле алмаймыз. Сондықтан 7-ні түсіреміз. 7-ні түсірген болсақ, біз үтірді қойдық деген сөз. Енді 7-ні 2-ге бөлу үшін біз 3-ден берейік. 3-ден беретін болсақ, мұнда 6 барады. 7-ден 6-ны азайтатын болсақ, 1 қалады. 1-ді 2-ге бөле алмаймыз. Демек, мұндағы 2-ні түсіреміз. 2-ні түсірсек, мұнда 12 қалады. 12-ні 2-ге бөлетін болсақ, біз мұнда 6-дан береміз. Сонда 12 азайтылған 12 бізде 0 болады да, 0,136 деген мәнді аламыз. Сонымен сандар тізбегіндегі келесі санымыз біздің 0,136 болады. Енді келесісін табайық. Бізде 2 мүшесін табу керек болғанбыз. Демек, 0,136-ны тағы да 2-ге бөлеміз. 0,136-ны бөлеміз 2-ге. Соны 0-ді 2-ге бөле алмаймыз. Демек, 0 деп үтірді қойып қоямыз. Енді 3-ден аламыз сонда. 3-ді 2-ге бөлетін болсақ, біз 1-ден береміз. 3 азайтылған 2 бізде 1-ді береді. Енді 1-ді 2-ге бөле алмаймыз. Демек, жоғарыдан 6-ны түсіреміз. 6-ны түсірген болатын болсақ, біз сонымен 16-ны 2-ге бөле аламыз. Демек, 8-ден береміз. 8-ден беретін болсақ, 16 азайтылған 16 бізде 0-ді береді. Мінекей біздің келесі мүшемізді таптық, ол 0,118 екен. 0,118. Мінекей келесі 2 санымыз біздің табылды. 886 есепте бірінші есебін шығарайық. Ол жерде бөлінгені ондық бөлшек түрінде жазуымыз керек. 20 бөлінген 25. 20 бөлінген 25-ті біз алдымен жай бөлшек түрінде жазайық. 20-ны бөлеміз 25-ке дейміз. Ал мұнда бөлімінде біз 4-ке көбейтейік. 25-ті көбейтеміз 4-ке, 20-ны көбейтеміз 4-ке. 20-ны 4-ке көбейтетін болсақ 80 болады, 25-ті 4-ке көбейтсек 100 болады. Осы жерден біз бірден ондық бөлшекке айналдыра аламыз. Сонда 0,18 деп жаза салайық. Бірақ келесі жолы да бар, яғни біз бөлу сабағын өтіп атсақ, бөлумен шығарайық. Яғни 20-ны бөлеміз 25-ке. 20-ны 25-ке бөле алмаймыз. Демек, біз бірден 0-ден береміз. 0-ден берген болсақ, мұнда тағы бір 0-ді тіркеп жазайық. Сонда 200 саны шығады. 200-ді біз 25-ке бөле аламыз. Яғни 8-ден берейік. Сонда 200 азайтылған 200 бізде 0-ді береді. Мінекей 0,18 деп жаза алдық. Осылайша бірден бөлу жолымен де 0,18 екенін анықтауға болады. 892 есепте оқушылар жол бойына араларын бірдей етіп 37 түп ағаш отырғызды. Ең шеткі екі ағаштың арасы 198 метр. Жол бойындағы 15-ші ағаш
9-нчы ағаштан неше метр қашықтықта отырғызылған дейді. Сонымен жалпы бізде 37 болатын болса, олардың жалпы арасы 198 метр болатын болса, біз бір ағаш пен екінші ағаштың ара қашықтығын тауып алайық. Мысалға біз былай ойлайық. Бізде 3 ағаш болсын. 3 ағаштың арасы бірдей болып отырғызылсын. Онда біз олардың ара қашықтығын есептегіміз келетін болса, бұлардың жалпы ара қашықтығын біз 2-ге бөлеміз. Себебі бізде ара қашықтықтар саны мында 2, бір ағаш пен екінші ағаш. Ал бізде жалпы 3 ағаш бар еді. Демек енді біз былай ойлайық. Бізде 3 ағаш болсын. 3 ағаштың ара қашықтығы да бірдей болып орналастырылған. Ал олардың ара қашықтығы бізде 30 метр болсын. Сонымен біз бір ағаш пен екінші ағаштың ара қашықтығын тапқымыз келсе, біз қалай табамыз? 3 ағаш бар. Ал демек біздегі ара қашықтықтар саны 2 вақ. Мұндағы бірінші ағаш пен екінші ағаштың арасы және екінші ағаш пен үшінші ағаштың арасы. Мұндағы ара қашықтықты тең деп айттық. Демек біз 30-ды аламыз да 2-ге бөле саламыз. Сонда 15 деген мәнді алайық. Демек бізде 3 ағаш болатын болса, ара қашықтықтар саны 2 вақ болады екен. Осы сияқты бізде 37 ағаш бар. 37 ағаш бар болатын болса, бізде ондағы ара қашықтықтар саны 36 болып табылады. Демек біз 198 метр қашықтықты болатын болса барлық ағаштардың арасы. Онда біз бір ағаш пен екінші ағаштың ара қашықтығын тапқымыз келетін болса, біз 198-ді алып 36-ға бөлеміз. Сонда 5,5 деген мәнді аламыз. Енді бұл 5,5 дегеніміз бір ағаш пен екінші ағаштың ара қашықтығы. Бізде 15-ші ағаш пен 9-ші ағаштың ара қашықтығын табуымыз керек. Бұлардың арасында жалпы 6 ағаш орналасқан, яғни мұнда елестетейік. Мынау 9-ші ағаш болсын. Мұнда 10-ші ағаш, 11-ші ағаш, 12-ші ағаш, 13-ші ағаш, 14-ші ағаш және 15-ші ағаш. Сонымен қанша ағаштың ара қашықтығын есептеуіміз керек. Мұнда 15-ші ағаш болатын болса, біз мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек 6 ара қашықтықты есептеуіміз керек. Демек 6 ара қашықтық бар бізде. Енді 5,5 болатын болса, бір ағаш пен екінші ағаштың ара қашықтығы мұнда 5,5-тен. Ал бізде осындайдан бізде 6 бар. Демек 5,5-ті алып 6-ға көбейтеміз. Сонда 33 деген мәнді аламыз. Демек 33 метр екен. 9-ші ағаш пен 15-ші ағаштың ара қашықтығы 33 метр. Жауабы 33 метр. 893 есепте 11 минуттық және 8 минуттық құм сағаттарды пайдаланып, ұзақтығы 5 минуттық уақытты қалай анықтауға болады дейді. Біз былай жасаймыз. 11 минуттық және 8 минуттық құм сағаттар қойылсын делік. Және бір уақытта екеуінде бірдей аударамыз. Сонда екі құм сағатында да бізде уақыт жүре бастайды, яғни құмдар төгіліп, астыға жинала бастайды. Біз осылай қарап отыра берген кезде 11 минуттық және 8 минуттық құм сағаттарының 8 минуттығы ертерек бітеді, себебі 8 минут азырақ. Сонымен 8 минуттық құм сағаты толық айналып біткен кезде. Сонымен біз 8 минуттан кейін қараған кезде бізде 11 минуттық уақытымызда тағы 3 минуттық уақыт болады, себебі 8 минут өтіп кетті. Ал қалған бөлігі бізде астыға қарай төгіліп қойған. Ал мұнда толық 8 минут өтті, демек астыға қарай толық құмның барлығы төгіліп бітті. Ал жоғарғы жағында ешқандай құм жоқ. Сонымен біз мұнда 8 минуттың өткенін білдік. Содан ары қарай бізде мұнда 3 минут бар екенін көрдік. 8 минуттық құм сағатта осы кезде қайтадан төңкеріп қоямыз. Сонда бізде 8 минуттықта уақыт жүре бастайды, ал мұнда бізде 3 минуттық уақыт бар. Яғни 11 минуттық уақытымыздың 8 минуты кетті. 11-ден 8 азайтсақ 3 минут қалды бізде. 3 минуттық құм бізде төгіліп астыға кетіп жатыр. Осы кезде біз 8 минуттық құм сағатымызды бірдей аударып қойған кезде бізде бұл жерде де құм төгіле бастайды. Және 3 минут өткеннен кейін біз мұндағы құм сағаттың таусылғанын білеміз. 3 минут өткен кезде бізде 8 минуттық құм сағатымыздың біршама бөлігі төгілген болады. Сонымен мұнда бізде 3 минут өткен болатын болса, бізде 8 минуттықты да 3 минут өткен болады. Демек 8-ден біз 3-ті азайтатын болсақ 5 қалады. Демек мінекей біз 5 минут анықтадық. Яғни мұнда біршама құм төгілген кезде бізде мұнда 5 минут уақыт қалғанын білеміз. Демек 5 минуттық уақытты дәл осылай есептеп ала аламыз. Яғни мұндағы құм төгіліп біткен кезде бізде 11 минуттықта еш нәрсе қалмайды.
Ал 11 минуттықта еш нәрсе қалмаған кезде бізде мұнда 8 минуттықта тағы 5 минут уақыт бар деген сөз. Демек осы арқылы біз 5 минуттық уақытты анықтап аламыз. Ары қарай толық төгіліп бітуіне бізде 5 минут кетеді.